Армысыздар, құрметті қонақтар, ұстаздар, студенттер және жыр сүйер қауым. Бүгінгі күні өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының жанында жүр жақсы адам бағыты аясында Қарашығымдағы қара өлең тақырыбында көрнекті ақын, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ғалым Жайлыбай шығармашылығына арналған әдеби танымдық кешке қош келдіңіздер. Бүгінгі әдеби жыр кешіміздің қадірлі қонағы Ғалым аға ортамызда. Ақын ағамыздың бүгінгі кешімізге арнайы қатысып отырғанына қуанышымыз шексіз. Күні кеше ғана, яғни 9 ақпанда қазақтың лирик, мұзбалақ ақыны Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойын атап өтсек, дәл сол күні қазіргі қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, ардакүрең ақын Ғалым Жайлыбай ағамыз да дүние есігін ашқан болатын. Бауырынан жылдардың ай күн өрген, қайтарыңды білген соң базарыңнан айтарыңды жақсы екен, айтып өлген. Түс көремін, көңілдің көп алаңы, балшы қыздың дөп келмей жорамалы. Арқа жақта адасып ақ боранда, жылқы ішінде жүремін, көгалалы. Шығармайтын шығанға көрінгенді. Өрін берді, бұл өмір төрін берді. Қысырақтың үйірі түсімдегі өлең болып өреді, өңімденді. Желпілдете қоймайды Емінде бар кәчбедім. Ертұрманның тоғызымда қоңырлау күй шалады, 9-ында ақпанның мен туған күн. Әулетімнің ар емізген арманем, таңғышықтан тамшы болып тамғанем. Жаздым білем жарқ-жұрқ еткен тірлікте ақ қоқыстың қанатына арды өлең. Мен өзіңді жылжыған жыл, көшкен күн, 5 күн сәуле көру үшін кешкенмін. Серуені селт еткізбей тұр енді, керуені керден қаққан кештердің. Тарайтындай шанағымнан мұңғана, қарайтындай сұрқай дала мұрлана. Жорамалы жол үстінен жоғалмай, көгалалы жыл қайдаған бұл бала. Өмір, сенің көздеріңнен нұр көргем де жолға шығып үлгергем. Бауда жоқ, тауда жоқ бір белден, қобыз шалып күңіренсе күйіні, түседі екен көңіліңнің иіні, түн баласы түске кіріп кісінеп, иесі жоқ қарайғырдың үйірі. Ғалым Жайлыбай жерлес ақын ағамыз. Ол 1958 жылы 9 ақпанда Қарағанды облысы Жаңарқа ауданы Жеңіс ауылында туып, ұзақ жылдар ауылда шопан жылқышы болып жұмыс істеген. Аудандық, облыстық басылымдарда қызметте болған. 1993 жылы Қазақтың менеджмент, экономика және болжау институтын әлеумет танушы мамандығы бойынша бітірген. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінде түрлі басылымдарда қызмет атқарған. Жұлдыз журналының поэзия бөлімінің меңгерушісі, Қазақ әдебиеті газеті бас редакторының орынбасары, Қазақ радиосының бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағы басқармасы төрағасының бірінші орынбасары, ал қазіргі кезде Жұлдыз журналының бас редакторы қызметінде. Ғалым Жайлыбай жүрегімнің жұлдызы, жанымның жапырақтары, құс қанаты, қарашығымдағы қара өлең, арда күрең, ақ сиса, бір тал үкі, тобылғы жарған тағы да басқа жыр кітаптарының, тағдырымның тамыры әдеби мақалалар жинағының авторы. Бүгінде оның 20-дан астам кітабы, 3 томдық еңбегі жарық көрген. Олардың басым бөлігі 14 тілге аударылған. Қазақ поэзиясының көгіндегі жұлдыздардың бірегейі, талантты ақын, дарынды суреткер Ғалым Жайлыбай шығармашылығы оқырманның ыстық ықыласына бөленген тұлға. Ақынның жауһар жырлары нәзік иірімдерімен, сыршылдығымен, шынайылығымен дараланды. Оның сырлы да сымбатты поэзиясы туралы Серік Қирабаев, Фариза Оңғарсынова, Темірхан Медетбек, Сейфолла Оспан, Қуанышбай Құрманғали, Серік Ақсұңқарұлы, Амангелді Кеншілікұлы сынды тағы басқа бірқатар әдебиетшілер жоғары бағасы берді. Бұл пікірлер ақынның шығармашылық жолын оқырманға толық танытуымен құнды. Олай болса, ақын жайлы шағын бейнедеректен үзіндіге назар аударайық.
Оның мінезі өзі жырлаған есілге ұқсайды. Салмақты, сабырлы. Аспайды, таспайды. Көбіне бұйығыланып жатқанмен буырқанар кездері де бар. Өлеңдері де сондай. Таудан құлап тастырып, арқырап сарқыраған тентек өзенде емес. Жағадан асамын деп жанталасып жатқан жырларды іздесең таппайсың. Есесіне топ-тонық. Күшін ішіне сақтаған ағысынан жаңылмайды. Оқыған адамды тереңге тартар тұңғиық. Өлең деген кәдімгі вулкан секілді, жанартау секілді, бұл стихиялы нәрсе, өзімен өзі шығады. Ойлап отырмайсың ғой, сен қай стильге жасалып алсам екен деп. Өлең солай туу керек. Ал ақынның білетін бір нәрсе, ол дүние өзіңнің өлеңінің қай деңгейде екенін ешбір сыншы айта алмауы мүмкін, сен өзің біліп отырасың ішіңнен. Мысалы, қай жерде бірдеңе жасап қойғаныңды, мына өлеңдер сондай қандай болғаны, бірақ өлең жаңағы шын сезімдердің шырылынан туу керек деп ойлаймын. Иә, ғалым Шайлыбай шығармашылығының негізгі қуаты ән секілді сазды жырлар. Серік Ақсұңқар айтпақшы Мағжанның жүйрік жыры, Тұманбайдың сыршыл нәзік лиризмі, Жұмекеңнің терең философиясы мен Мұқағалидың асқақ пафосы тоқайласа тоғысқанды. Өзгеше әсерлі, не жыр, не ән екенін ажырата алмайсың. Далалымын даладай дауысы кең, ақыл естен сан мәрте ауысып ем, бедері жоқ, белі жоқ бетпақ жонға, тау арқалап қайтайын тау ішінен, алағайда бұлағай, бұрқағымың шығандарда шығады шырқап үнім, мен күн сайын бауырым тауды көрем, тауды көрсең түсінем қырғадірін, тауды көрем. Ғалым Жайлыбай сан түрлі тақырыпта қалам тербеп жүрген шығармашыл тұлға. Туған жер, отан, адам болмысындағы бекзат қасиеттер, отаншылдық рух, ақын шығармаларының негізгі өзегі. Ақын тәуелсіздік кезеңінде қалыптасқан дарын болғандықтан, поэзиясынан ұлттық идея, ұлттық рух, заман сыры сезіліп тұрады. Серік Ақсұңқарұлы айтқандай, ақынның паспорты азаматтық лирикасы. Шашқанда алтын арай дала таңы, шапағын дүниеге таратады. Сен бақытымсың Қазақстан, амның аялаған алақаны, ізбет пен ізгіліктен іркілмеген тұлпардың өз елімнен тұрқын көрем. Сен менің тағдырымсың Қазақстан, үкті, үмітінің үлпілдеген, жанынан жыр төгілген, нұр төгілген. Иғының аулақ болсын бұл телімнен, ырыс құт тату елге нәсіп деген аманат қалған бізге күлтегіннен. Мелсіз бұзылмасын ұйқың балам, еледік дүбір шықса қиқулаған, аққудың қанатынан ән естіген, тұлардың тұяғынан күй тыңдаған. Шырағы мәңгіліктің жағылғасын, айбозым аламанда арындасын, көзімнің қарашығы Қазақстан, сен менің қанымдасың, қанымдасың. Ұлытауымның дара шыңында, ұлтыма біткен бар әлем, қараша айының қарашығында қарғамайлаған қар өлең. Сарыарқа жақта сағым биледі, желпініп кейде желессе, жанымның жалқы жалын күйлері, дүбірің сенің емес пе? Арғым ағымай, арғанатымай, аламан көрген ақтаңда, жарығы жан ғажапталатындай, баяны мәңгі бақ барма. Тізгінін тарттым қара керімнің, бір күнім аумай бір күннен, қарға майлаған қар өлеңімнің кекілін сылап тұрмын мен. Арқарға барсам сырығам, әппақ әлемге жақындап, қасқыр боп қантар ұлыған сараясыз сақылдап, ұшатын күн бұл айғарман, көңілдің көлбеп құстары, мұз қайрақ пенен қайралған найза шыңдардың ұштары, көк аспан жерге жақындар, ақ боран ардың өлеңі. Ақпанда туған ақындар ақ түсті жақсы көреді. Ақ қарлы дүние айналам, тозандарымды аршыған, сау бұрындарға сайлаған, бабында бүгін қаршығам. Күндерім күнмен жалғасып, жырымды жырға жалғадым,
Ауыздықпенен алысып, тыпыршып тұрған тарланым. Жарық күн айтар сәлеммін, қанаты барлар самғандар. Ішінде ақ зәреленмін, адасып жүрген арман бар. Академик Серік Қирабаев ғалым Жайлыбай шығармашылығы туралы мынадай пікір білдірген. Ғалым өлеңдерінің лирикалық қаһарманы дала перзенті, тайға мініп жылқы баққан малшының баласы. Шынымен де, ақын туындыларынан еркіндіктің, өрліктің, ар мен намыстың, кеңдіктің, дархандықтың үні анық жүрекке жетіп тұрады. Келер күндер білмеймін, береділмей. Менің кім жеткен дерегіне, өртенген мұң өзекте өлеңдерім, ертеңдердің жарайма керегіне. Болмасын деп сөзімнің салмағы кем, жыр боп жанып, жалғанға жалғанымен, аламанда атымды аспандатар, ауыздықпен алысқан арда күрең, арманым мұратымдай, шабытымның шудасы шұбатылғай, жанарқауы жырларым жабыққалы, жанартауы жүректің жыратылмай. Кірмесе де көңілдес көрге бірге, есімімді еске алар ол менің де, тіршіліктің азды көп қонағымыз, шырынында тататын кермегінде. Барар жерін көршіңнің белес білер, күн жүзіңді күн осса көмескілер, қайғы бақты қатар кеш, артық кемін ай құлақты бейіттер теңестірер. Қаз мойынды ер салып, күлігіме күміс жүген таққаным, берен күнге бер шабыт ақын туған ақпаным, үзеңгіде үзілмейтін сапарым, даралғысы қайыстан, түсінемін түнек күннің батарын, түннің аты айыстан. Арғымаққа алтын таға кигіздім, көк алалы көп жылқының ішінен, жарық күнге жал құйрығын түйгіздім, түн дегенің тылсым әлем түсінем. Жануардың жарқ-жұрқ етіп жанары, ана белден мына белге әрасып, ауыздығын қаш-қаш шайнап барады, ақ дүниемен даласып. Жанымыздың жазиралы тұрағы, тіршіліктің түні тылсым таңбақ, мәңгіліктің әнін айтып тұрады, көк жүзінде жұлдыз біткен жамырап. Жылдар жатыр, айлар жатыр тоналып, ақ сәулелер қақтырып көзімді, ақпан айы ақ түтекке оранып, ақ әлемнен іздеп келдім өзімді. Ендігі сөз кезегін ақын ағамызға беріп, лебізін тыңдасақ. Ғалым аға, Серік Қирабаев ағамыз ғалым өлеңдерінің лирикалық қаһарманы дала перзенті деген екен. Осыған орай өз ойыңызды білдірсеңіз. Енді мынау дала, біз сол кеңістікте өстік. Дала менің жырларымда, мен үшін де, өлеңім үшін де, менің барлық стихиям дала. Кеңістік деген мынау жалпы бетпақтың жонында өстік. Анау Жаңарқаның жазира даласында жылқышының баласы болдық, жылқы бақтық, жылқылы ауылды көрдік, айлы түндерді көрдік. Арғымақтың дүбірін, жусанның иісін сезіндік, бұлбұлдың үнін естідік. Енді осының бәрі бүгін уақыт өткеннен кейін ертегі секілді. Адамның бойында сол бала күнге қалыптасқан дүниесі, мәселен енді Қирабаев ағамыз ғалымның стихиясы дала десе, өлеңінің стихиясы. Шын мәнінде біз адамдарды жақсы көріп өстік. Далада тұрған бала, далада өскен бала жаңағы сол даланың стихиясын біледі. Біздің елде орманы жоқ, тауы жоқ, суы жоқ, нуы жоқ, көлі жоқ жер. Бірақ сол бетпақ даланың өзінің айтатын сыры бар, оның болмысы бар, оның табиғаты бар. Мен сол кезеңдерді іздеймін. Балалығым сонда қалған. Қазір ауылға барсам кейде бір жүдеп қайтам. Себебі біз атқа міндік, тай үйреттік, бәйгеге шаптық. Осының бәрі қазақтың баласы үшін формациялар өзгеріп кеткенмен біздің ұлттық күллі кодымыз, жанымыз сонда секілдеді. Қазір ауылда тай үйрететін бала жоқ секілді. Көшеде асық ойнап жатқан балаларды кездестіре қоймайсың. Осының бәрі мынау енді бүгінгі күллі
ақыл ойдың заманы, жаһандану дәуірі келді дегенмен, біздің ұлттық қанымызда, ұлттық түсінігімізде, бойымызда сол далаға деген іңкәрлік, туған жердегі деген сағыныш, сол біздің мәңгілік стихиямыз болып қалатын шығар өз басында. Рахмет. Ғалым Жайлыбай поэзиясының басты ерекшелігі табиғилығында, шынайылығында. Ақын Серік Ақсұңқарұлы Ғалым Жайлыбай поэзиясы хақында былай деп пікір білдіреді. Ғалымның қай өлеңін оқысаң да халық әнін естіп, соның әуеніне елтіп отырғандай күй кешесің. Әр өлеңі халық әніндей қарапайым, табиғи, жатық. Ғалым Қасым жырымен қанаттанған қазақ поэзиясының 20 ғасырдың 60 жылдардағы асқақ буынның дәстүрін мықтап ұстанған ақын. Оның тұла бойына Тұманбайдың сыршыл нәзік лиризмі мен Қадырдың биік интеллектісі, Жұмекеңнің терең философиясы мен Өтежанның кең эпикалық сарыны, Мұқағалидың асқақ пафосы тоқайласа тоғысқан. Өмір мені аялап, өлең мені көңілімнің қозысын көгендеді. Өрге шығып қарасам өткеніме, төрге шығып барады төмендегі. Жастығымның жағасы жар болатын, тамылжыды тағдырым таңға жақын. Арықтығын білдірмес арлан шығар, ардың көшкен соңында қалған ақын. Сырласым жоқ, айтатын сырым дейіп, тұлғасың деп тартпады тұғыр биік. Жанарында жалт етіп жылқын ойнап, қырдан асып барады ғұмыр киік. Ізгі нұрдан із кесіп іздегенем, күрең үтіп күбірлеп күзге келем. Қаз бауыр бол секілді қазағымның тағдырын атар азы біздей өлең. Аласада емеспін биік емен, көңілімнің сырластым күйіменен. Белден асып барады бебеу қағып, көз ұшында жүгірген киік өлең, қағынан безінгесін, бебеу қағып бел асып безілдесін. Ел көшкен соң елсізде елеңдеген, елік жырдың дүние көзіндесің. Жамылыпты жалғаннай көктебе гүл, көктем туа кетеді көктеп өңір. Қараңғы мен жарықтың арасында зу-зу еткен бұл өзін еткен өмір. Ілияс жыр киесі құла керең, мұқандардың мұңына мұра керем. Ақ құсымды қондырар айдыныма, сан сауалдың жауабы бірақ өлең. Нәзік иірімдер, өрнекті тіркестер, мөлдір сырлар жүректің түбіне терең бойлап, оқырманды сұлулыққа, ізгілікке үндеп, таза, іңкәр сезімдерге жетелейді. Иә, ақын өлеңдері бейне бір әнге сұранып тұрғандай. Бірнеше өлеңдеріне ән жазылып, тыңдарман қауым арасына кеңінен тараған. Осы арада ғалым ағамыз бен колледжіміздің директоры сазгер Есжан Сарманқұлұлының шығармашылық байланысы жайлы айтып өткеніміз жөн. Зереңді вальсы, Ақтаудың ару қызы, Ереймен тау вальсы сынды тамаша әндер дүниеге келіп, өз тыңдарманын табуда. Әсіресе індет кезінде жарыққа шыққан арман әні келер күнге деген үміт пен сенімнің, шаттықтың белгісіндей. Онда осы әнге құлақ салайық.
жүрегін аялап, сағыныштың тербетеді самалы. Шарықта жан әлем, шаттығымның шырағы боп жанарым, баянды бақытым, келер күнде үміттерім бар әлі, арман әлі самғаған, аққулар мен көкте қалқып барады, арман әлі самғаған, аққулар мен көкте қалқып барады, аққулар мен көкте қалқып барады. Ғалым Жайлыбай жайлы ақын Қуанышбай Құрманғали бұлайша толғанады. Ақын ғалым өлеңдегі өрісін, жасыл жайлауын жазып жаңылмай тапқан тегеурінді талант. Оның өлеңдерінің басты қасиеті табиғилығы. Ақын өлеңдері еріксіз есіңді алып, сезіміңді елтетіп, көңіліңді елжіретіп, толқытып, толғандырып, сүйсіндіріп, бірден баурайтын алапат қасиетімен жүрегіңді жаулап алады. Өмір, сенің арнаңа түсіп ақтым, толқын күндерді шыраттым. Біздің бастан бір дәурен жалт береді, еріндей үріккен қысырақтым. Жарықтаңның жарқыны жалғасқаным, ардың әні шырқаған алғашқаным. Мұнартқан бір керуен, мендегі мұң бауырым сәл басқамын. Жырғақтадым жанымның жалынына, ырғақтарым шабыттың шарығына, қайралды да қосылып күңіренді, шалдар шалған қобыстың сарынына. Дүр дүние дүрмекпе дүрбелеңбе, белгі болып қалармыз белеңде. Осы өлеңді жазбая қояр едім, жалғандығын жалғаннын білмегенде. Ой, тамаша. Қоңыр көз, қоңыр сермедің, қоңыр күй тербеп кешімді, қоңыраулы керуен күндерім қоңырқай тірлік кешірді. Қозы көш жерден көрінген қоңыр қаздардың тізбегін, тоғасы біткен көлімнің қобыздай сарнап іздедім. Қоңырым озып барақтан, қомсулы қоныс гүлдеген, қоңыр жел естіп қыраттан қоламталарымды үрлеген. Қоңырқай тартты өлеңде қонатын басқа бақ қайда, қоңыр қозылар көгенде қотарып ішер ақ қайда. Бір өлеңім болғанда аққу текті ар еді, заманымның зар еді, ғаламымның ән еді. Бір өлеңім бар еді, бір өлеңім бар еді, бір өлеңім тіреді. Ғашық болып дүниеге дүрсілдеген жүрегі, шуақ шашқан күн еді, төскейде өскен гүл еді, үздіккен бір үн еді. Бір өлеңім тіреді, бір өлеңім, бір өлең. Жапырақ жайса жырымен жайнап өмір сүререм. Тілегіммен тілеген, әулиемен түнеген, сен де мені білерен, бір өлеңім, бір өлең. Ғалым Жайлыбайдың шығармашылығында ұлы ақындардың рухына арнаған өлеңдер тобы ірі тұлғалардың ұлағатты өмірі мен өнегелі өнерін үлгі етеді. Абай мен Махамбет, Әсет пен Иман Жүсіп, Мағжан мен Сәкен ақын үшін құрметті, қадірлі, таңдаулы ғұламалар. Абай рухымен сырласқан өлеңінде ақын жыр жолдарында Абаймен тағдырлас күй кешкендей өзінің жан сырын ақтарады. Найзағай тағдыр шатырламашы, дегберін алып пенденің, аға сұлтанның ақын баласы, сөзімді тыңда сен менің. Өрлі көремді өлшетер едім, хандарда шықты қарадан, кісілігімді көрсетер едім, бөжейдің асы тараған. Шыңғыстың тауы шырайлы мекен, ұлылық қонған сол маңға, Жидебай жайлау жылайды мекен, жазды күншілде болғанда. Қалың елдің де, нуырманның да, қуарғын кезін көз көрді, семсерін сертке суарғанның да сезімі сәтте өзгерді. Мың менен жалғыз алысқан Абай, шыңғыстан шыңға беттедің, артылып туған данышпан Абай, тектеден туған тек дедім. Рух өлеңі сұңқар жырмен саңқылдаған ақын Сәкенге арналады. Бұл өлеңде ұлт үшін жанын берген арыстың күрделі тағдыры,
сұлу ғұмыры, өнері мен ерлігі жыр жолдарына арқау болды. Ғалым ақын Дауылпаз ақынды халықтың рухына теңейді. Сол себептен Сәкен рухы мәңгі өлмейді. Құлагерін көңілімнің қамшылама, Сәкен десе етжүрек жаншылама. Қара орманның қайғысын қара киіп, арсыздықпен келеміз аршыбаға. Арысым деп, арым деп ел айтады, Сарыарқаның сырнайлы жел айтады. Есіл естен нұранын көл айтады, көп айтады, білмесе неге айтады. Ғұмырынды ғасырлар ұзартады, атанына азған жұрт мұзартады. Сені қапқан қанденнің күшіктері, бізге бүгін көздерін қызартады. Күндей көркін көңілге медеу екен, сырсандығы сезімнің бебеу екен. Сұңқар дейді Сәкенді самғайтұғын, сұңқар деген Сәкенге теңеу екен. Ақбоз атты құлатқан жала керме, Магаданға мола іздеп бара берме. Сәкен деген халқының рухы бой, рухтарды көмбейді қара жерге. Аққулардың арман бар ұясында, Оробаның зарлы ән бар қиясында. Маңдайына симаппен алталаштың, алты шумақ өлеңге сиясын ба. Ақынның тағы бір халық арасында Мұзарт тобы орындауында кеңінен таралған әні Есіл ағады. Бұл әнге айналған өлең. Ақын ерке есілдің сырбас сұлулығын шабыттана жырлайды. Олай болса әнге құлақ салайық. Есіл ағады, ақ бұйра толғын жардыры. Есіл аққанда есіп ағады, жағада жарда шаңғыры. Есіл ағады, Мағжанның жүрек жарындай. Мені де бір қыз сезін алады, тарқатып өрген борындай. Сырбазым сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрген сонау түннің етеді, ұйқымды қайсын орламай. Есіл ағады, есіл ағады, есіл ағады ер көзем. Көңілге мәңгі көшіп алады, аққудай арлы сол кезде. Естінің толқын есіп ағады, аймалап айдың жарық құр. Есіл ағады, есіл ағады, есіл ағады жарықты. Сырбазым сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқымды қайтсын орламай. Сырбазым сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқымды қайтсын орламай. Сырбазым сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонның етегі, ұйқымды қайтсын орламай. Сырбазым сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқымды қайтсын орламай. Есіл ағады, есіл ағады.
Ғалым Жайлыбайдың шығармашылығының биік шыңы поэмалары. Ақын Серік Ақсұңқарұлы поэмалары жайлы былай дейді. Ғалымның лирикалық қуаты қандай болса, эпикалық қарымы да соған жете қабыл. Тіпті одан да артылып жататынын Ақ сиса, Киік қашан, Бірегейдің қызылы, Қара орамал поэмаларынан анық көруге болады. Оларда сөздің салмағынан гөрі ойдың салмағы ауыр. Ақын дастандарында да қазақтың атойлаған асқақ рухы алдымыздан шығады да отырады. Мәселен, Қара орамал поэмасы тұтас қазақ халқына қасірет әкелген, талай ерлерді жазықсыз азапқа салған Карлактың тарихын, онда қиянат көрген жандардың қилы тағдырын баян етеді. Бұл поэма тарихи және шынайы оқиғаларға негізделуімен бағалы. Ақынның Қара орамал поэмасын 2018 жылы Б16 тобы студенттері саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күніне орай сахналап, Қарағанды лагеріндегі ауыр да азапты күндердің көрінісін еске түсірген болатын. Дүрсіл күнтер дүниенің дүрмегі ауыр, күнде дабыр бұл тірлік күнде дауыл. Алаш жұрты азаптың аралыма Қарағанды лагері, бұл не лагер? Сарыарқаның қойнауы мәңгі жасыл, деп ойлама, ерке қыз қаңғы басыл. Сен де міндің келместің кемесіне, қанды қасап жасаған, қанды ғасыр. Поэмада ақын ұлттың қайғысын, онда азап шеккен тағдырлас халықтардың қасіретін, адамзатқа зұлмат әкелген жылдарды жүрегі қанжылап жырлайды. 14 тілге аударылған Қара орамал поэмасы Швецияның Стокгольм қаласында өткен Еуразиялық ашық байқауында поэзия номинациясы бойынша қара үзіп жүлдегер атануы ақынның өзінің ғана емес, жалпы әдебиетіміздің үлкен жетістігі болып табылады. Ақын Ғалым Жайлыбай мен сазгер Есжан Әміров шығармашылығынан бір ғұмыр әнін ұсынамыз. Алыста қалған, алыстап кеткен жолдар-ай, ғұмырым мені мөлдіреп аққан жылғадай. Өтеді күндер, өмірді алға сүйреумен, жылдар-ай қайран, жазылмай қалған жырлар-ай. Жайқалған жасыл, жанымды күнге жайдың да, арманның әппақ желкенін кердің айдында. Жылдар-ай қайран жылдар-ай. Ақынның тағы бір кесек туындысы Сұрақ белгісі поэмасы 2020 жыл қорытындысы бойынша жыл поэмасы болып танылды. Дүние жүзіне үрей туғызған пандемия, еліміздегі карантин, үрей мен үміт, қауіп пен қатер, осының бәрі сұрақ белгісі болып, адамның өзіне, қоғамға, әлемге, заманға даты, соның бәрінің адамға даты. Жылы ағыстарға жылдардың тартып жетегі, өлара туа өріп бір кетсек нетеді. Алаштың жұрты алтын тұяқтың мөрі бар, арғымақтар мен ақ бөкендердің мекені. Көңілім қайран, көңіл-ай шіркін мұңқырақ, қиямет күні халіңді сұрар кім бірақ. Тұман ішінде тұмаға келдім тұнжырап, бұла дәуренім бұлдырық құстай бұлдырап. Желсіз бір түнде арнама сыймай шайқалдым, жаратқан ем тажалдың бетін қайтардың. Ғаламат бойы ғазауат күйін шалады, адамның ойы сойылы болса сайтанның. Кері замандардың кесірлі желі бұрқады, көрерін көрмей, көлге түспейді жұрт әлі. Адамзат үшін Алладан медет сұрайды. Академик Серік Қирабаев былай дейді: ойшылдық пен сыршылдық, шындыққа тік қарап, көңіліңдегіні жалтармай айта білу.
соған лайық жаңа бейнелі сөз табу. Ондағы кейде нәзік, кейде сазды, кейде тіпті көңілдің өрлігі ашық бояулы ақын жырларын өзгеше танытады. Ғалым өлеңдері бүгінгі қазақ лирикасының жаңа беттері. Бізге керек өлең осы бүгінгі өлең. Иә, әр өлеңінде ардың ақ таңын аялаған, жырлары мен ақ армандарын асқақтата шырқаған ақынның әр шығармасы көңіл толқынының көрінісі, нәзік сезімнің сырлы пернесі. Тауқы бармадым, жарғылатпадым, аялай білдім ардың ақтанын, тірліктің тербеп мәңгі бақтарын, қапқара түнді қайыстай тілген ақ армандарым, арғымақтарым. Қырлардан тауып саяны жаным, жасыл желегін жаяды бағым, өртте боп өшкен өнінен көрдім, батар күннің де баяны барын. Күмбемді күнде аршыр өленсін, қайыстай түннен қамшыды өрерсін. Мөлдіреп тұрған жанымның жасын, тастарға тамған тамшыма дерсін. Түрен түсірсен түзде көрейін, мәуелеп тұнсан күзде көрейін. Жоғымды өлсем іздеп өлейін. Есілде есіл күн өткен, сізге де дейін, бізге де дейін. Дүр дүние, әріппен деген ақсонар. Тауы мұнар, аспаны бұлт бағырыз. Құс қанаты арбоп жауған ақшақар, көктемдердің кезіндегі сағыныш. Біздің сапар сары белден басталған, мен бөлемін армандарым өлген күн. Күздің түні ал қара көк аспаннан, құс жолынан ақ жолағын көргенмін. Талайыма тылсымдарды кез қылдым, ылдый көрдім, жазық көрдім, өр көрдім. Ақ боранда ақпанда мезгілдің ақ дүниеге ақын болып келгенмін. Ойларымның орда бұзар берені, тіршіліктің 90 тарам толғағы, көктемдерім көктеп қоя береді, құс қанаты жауып өтсе болғаны. Жазушы зерттеуші Елдос Тоқтарбай бұлай деп жазады. Ғалым Жайлыбай қазақ поэзиясына тілі, бейнелік сипаты, суреткерлігімен жаңалық әкелген тұғырлы тұлға. Оның жырлары мөлдір, сыршыл, нәзік, шынайы, табиғи сипатымен оқырманға етене жақын. Әдебиетіміздің асыл мұрасы болып танылған өлеңдері өміршеңдігімен құнды. Иә, ғалым Жайлыбайдың жыр кітаптары ақынның кіндік қаны тамған топырақтың иесі қандай, иесінің кім екенін дүниеге паш етіп танытатын осы заманғы поэзияның озық бір дүниесі. Әулетімнің аремгізген арманем, таңғы шықтан тамшы болып тамған ем. Жаздым білем, жарқ-жұрқ еткен тірлікте, аққу құстың қанатына арды өлең дейді ақын. Олай болса, келесі сөз кезегін ақын ағамыздың өзіне берейік. Ағамыздың өз аузынан бір өлең тыңдайық. Мен өлең оқымас бұрын, мына бүгінгі осы керемет кешті ұйымдастырып жатқан жоғарғы санатты Қарағанды гуманитарлық колледжіне, сонда ұстаздарға, оның басшысы менің досым, інім, бауырым Есжан Әміровке, үлкен өнерпаз, үлкен композитор қазақтың, мына студенттерге осында оқып жатқан. Мына өте бір керемет ұйымдастырып, кәдімгі зұлым болмаған жағдайда, кәдімгі үлкен кезілген сахнаға алып шығатын кеш екен. Сіздерге барлықтарыңызға, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Сіздерде осындай дүниелер жиі өтіп жататынын білемін. Сондықтан бүгінгі адамның жанын, жүрегін тәрбиелеу деген, ол деген адам тану деген, өлең оқу деген, ұстаздарымыз біздің қатарластар қатты біледі. Осы сіздер күллі елге үлгі бола алатындай жұмыстар жасап жатсыздар, еңбектеріңіз жемісті болсын. Мына осы бір індеттен аман есен құтылып, бір жарқын күйде бір-біріміздің көзімізге қарап отырып, сырласып, кездесіп, өлең оқып, ән салып отыруға жазсын. Жақсылық болсын елде. Мына біздің жаңағы ұлдарымыз, қыздарымыз өлең оқып жатқан осылардай балаларды көрген кезде бір қазақтың болашағы керемет болатын секілді елестейді. Мен өзім көп елдерде болам, шетелдерде болам. Сонда бір дүниеге тәубе қыламын. Мысалы Мәскеуге барсам, басқа қалаларға барсам, кір жұмыстарды істеп жүрген балалар жоқ. Солардың бәрі бір Орта Азия республикаларының ішінде
осы Қазақстанның балалары, мысалы Мәскеуде болсам, жаңағы біреуі Тимирязевта, біреуі Бауманда, біреуі басқа МГУда оқып жататын студенттермен кездесіп қалам. Соларға қуанамын. Солардың ертеңі, біздің елдің ертеңі осы азаматтар болатын шығар. Бүгін мына гуманитарлық колледжде оқып жатқан азаматтар ертең күллі біздің болашағымызды, әдебиетімізді, рухымызды, руханиятымызды, жалпы қазақ деген керемет елді алға сүйрейтін сендер боласыңдар ертең. Сондықтан соған Құдай жазсын. Мен әрқайсыңа тілектеспін. Қуанамын, өлең оқыңдар, жақсы өмір сүрейік. Осы Zoom жиындардан, онлайн өмірден тезірек құтылайық. Бір өлең оқып берейін. Мен енді көптеген жаңа өлеңдерінің біреуін оқып берейін. Сүт беріңдер деген өлең. Сүт беріңдер. Бетпақ дала, жанарым ғашық алап, жаным орап, жүректің жасын орап, сүйгем оны жайлауда жаз өткергем, құралайын қиықтың асырап ап, баянсыз күн басынан баг ұшырған, сынақ көріп туғаннан сағысынған, енесінен адасқан құралайға, ақ дүниенің атынан ақ ұсынғам, жұмыр бастың шешетін жұмбақ ауыр, бұлаң еткен бұлдырап, бұл да дәуір, енесінен елсізде адасқанға, сүт беруді үйреткен қырдағы ауыл, таңды өлеңім, сол болып кешті өлеңім, өмір жырын ақ сүтпен кестеледім, жетілген соң құралай қош деп едім, 6 дедім, жоқ әлде 5 демедім, ғажайыптан тұрады ғалам лебі, өн бойында өмірдің бар өрнегі, жалт қарадол арманай қоштасарда, сондай жанар көрмедім, содан бері айтам деген сыр еді ілгеріден, армандыға ақ берген күндермен өмір зулап барады, көз ұшында өлең кетіп барады бір конымен, көңілімнің көлдерін мұңдар құрап, сыңсып ұшты бір құсым сынған қанат, құлдыраңдап жүгірген құралайға, қырдан асып кеткенше тұрғам қарап, көктөбеден көктемін күткеніндел, үзік үмітін үптедіңдер, қазақта бір киіктің құралайы, жаутаңдатпай жапанда сүт беріңдер, шарықтасын, шалқышсын, көкте құсың, өзектіге бұл өмір өтпелісің, сүт беріңдер, тірілер бір-біріңе, еріндерің кезеріп кетпеу үшін. Рахмет, еңбектеріңіз жемісті болсын. Үлкен жақсы күндерде жүздесейік, тағы да айтайын. Сізге де үлкен рахмет, айтқаныңыз келсін. Сонымен халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Ғалым Жайлыбайдың шығармашылығына орай өткізілген Қарашығымдағы қара өлең тақырыбындағы әдеби танымдық кешіміз де өз мәресіне жетіп қалды. Олай болса, жыр әлемінде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше құрметті жыр сүйер қауым.